Барлығыңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен торттың бетіндегі осындай әдемі украшенияға пайдаланатын леденцы жасауды үйрететін боламын. Леденцы кондитерлік дүкендерде бағасы өте қымбат. Бір данасы 500-400 теңгеден тұрады. Видеоны көре отыра менің каналыма тіркеліп етіңіз. Ең алдымен бізге осындай изомальт деген кондитерлік дүкендерде сататын тәтті ұнтақ, қант сияқты ұнтақ керек болады. Кондитерлік дүкендерден сұрасаңыздар, міндетті түрде сіздерге тауып береді. Содан соң осындай шпажка және пищевой краситель, яғни тағамдарға пайдаланатын бояу керек болады. Үйіңіздегі ең кішкентай ыдысқа осылай изомальтты саласыз. Мендегі ең кішкентай ыдыс осындай 1,5 литрлік ковш болды. Бұдан кішкентай ыдыс болса тіпті жақсы болады. Полный былғамайтын боласыз. Ыдысты баяу отқа қойғаннан соң бояғышымызды бірден салып жіберуіміз керек, екеуі бірге араласу керек. Красительді көп салмауға тырысыңыздар. Егер сіздерге өте нәзік, әдемі болып шыққанын қаласаңыздар, салмасаңыздар да болады, ақ түс шығады. Немесе аз мөлшерде салсаңыздар, өте керемет, әдемі түс болып шығады. Мысалы, сіз қызыл түс салатын болсаңыз, осындай шпажканың ұшында ғана салуға болады. Көк түс алсаңыз да, басқа түс алсаңыз да, осылай шпажканың ұшымен ғана салсаңыз әдемі леденцы шығатын болады. Жақсылап араластырамыз. Изомальт толық еріп, бір-бірімен араласып кеткенге дейін араластырып тұру керек. Жаңаға айтқанымдай, мен красительді көбірек қосып жіберіппін. Сол үшін үстінен тағы да изомальт салып жатырмын. Өйткені маған ашық түсті розовый түс керек болып тұр. Сондықтан изомальт тағы да салдым, бірақ сонда да менде изомальт аздық қылды. Мен 1000 теңгеге изомальттың 300-400 грамдай сатып алдым. Бұл 400-300 грамнан өте көп леденцы шығады. Қазір осы изомальттың қанша штук шығатынын көретін боласыз. Изомальт толық ерігеннен кейін біз оны бөлек жаққа аламыз, өйткені кішкене суытуымыз керек. Ыстық күйінде біз оны құймаймыз еш жерге. Сосын леденцы құятын жерлеріңіз өте тап-таза, тегіс, ешқандай қыл, ешқандай ұсақ түйек заттар болмау керек. Өйткені сіздің леденцыңыздың арасында қыл жүрсе, ұсақтар жүрсе, ол өте әдемі емес көрінеді. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, мен леденцыйды кішкене суытуға тырысып жатырмын. Қатты емес, сәл ғана бір 4-5 минут көлемінде суытып аласыздар, осылай араластырып. Кішкене ғана қоюласқанда осындай тегіс жерге леденцыйды құйып аласыз. Дөңгелек шығарып құйып тұрсаңыз, өз дөңгелек шығады. Немесе осындай леденцы жасайтын арнайы молдтар бар, яғни өзінің қалыбы бар. Менде силиконовый коврик болған жоқ. Силиконовый коврик болатын болса, леденцыларыңыз бір тегіс әдемі болып шығады және ажыратқан кезде де бірден ажырап әдемі форма шығатын болады. Егер сізде ондай коврик жоқ болатын болса, осындай тегіс жерге леденцыңызды жасап алуыңызға болады. Леденцыйды құйғаннан кейін бірден осындай шпажкаларды, яғни таяқшаларын жабыстырып тастаңыз, өйткені леденцы тез қатып қалады. Жабыстырып болғаннан соң 30-40 минут көлемінде леденцыға тиіспейсіз. Қолмен де еш нәрсемен тиісіп көрмеңіз, ізі қалып қалуы мүмкін. 30-40 минут өткеннен кейін осылай жаймен ажыратып аласыздар. Менде силиконовый коврик жоқ болғандықтан леденцы кішкене жабысқан, бірақ соның өзінде өте тегіс, әдемі, тұп-тұнық болып, әдемі леденцылар шыққан. Леденцыйды міндетті түрде салқын жерде осылай жасау керек. Ыстық жерде ол леденцы мүлдем қатпайды. Леденцыды алатын кезде өте мұқият болып алыңыздар, сынып кетуі мүмкін осылай.
Өзіңіздің қалаған тортыңыздың түсіне қарай леденцийдің түсін жасауға болады. Егер сіз тортыңызды көк түс жасайтын болсаңыз, көк немесе ақ түсті леденций жасасаңыз болады. Қызыл торт жасайтын болсаңыз, мысалы красный бархат деген сияқты, осылай қызыл леденций жасасаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Айтып кеткенімдей, леденцийдің бір данасы 400-500 теңгеден, ал сіз 1000 теңгеге 10-15 штук шығарасыз. Өзім жасаған рецептпен және торттардың бетіндегі леденцийларды бөлісуді жөн көрдім. Видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз және басқалармен де бөлісе отырыңыз.